Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мінекей мини курстың соңғы сабағы, молодец, соңғы сабағына дейін барлық сабақты қалдырмай, айтқанды бірге бір орындап соңына дейін жеткен жандар болса, шынымен құттықтаймын сіздерді. Сіздер міндетті түрде трансформация жасадыңыздар миларыңызға, міндетті түрде миларыңыз өзгерді, міндетті түрде мен 100% сенімдімін результат болатынына. Егер айтқанды бірге бір орындаған болсаңыздар, сабақтардың барлығын қалдырмай күніге 2 реттен жасаған болсаңыздар. Жалпы адамның ішкі жанына, ішкі рухына керегі азаттық негізі. Негізі жан азат болған кезде, жан еркін болған кезде адам өзі бақытты сезінеді. Адам өзі өмірдің мәнін түсінеді сол кезде. Бізге осыны барлығы айналып келгенде керек нәрсесі сол жанның азаттығы. Отырыңыз, сіздің ақшаңыз көп болғанда да қалайтыныңыз жанның азаттығы, болмаса бір жетістікке жеткенде де қалайтыныңыз жанның азаттығы, соның барлығы келгенде түбінде жанның азаттығы. Енді достар, бүгін сіздермен енді арамызда біраз жекеге шығып жатқан жандар бар, қарыз туралы сұрап жатқан жандар бар. Қарызым бар, қарыздан қалай құтылсам болады деп. Бүгін енді қарыз туралы кішкене техникалар берейін сіздерге. Жалпы мынандай ғой, кез келген нәрсе, мысалға сіз фокус қойсаңыз, сіз назар аударсаңыз, сіз үпілеп-сүпілеу деген ол ойыңызға ала беру қайта-қайта. Сол арқылы ол нәрсе өседі. Өйткені назар аудару арқылы, фокус қою арқылы сіз оны өсіресіз. Түсінесіз ба? Өсе береді, соған байланысты оның нәтижесі бола береді. Енді қарызды менде осында 2 миллион теңге қарыз бар, болмаса 500 мың теңге айына қарызым бар дегеннің орнына ауыстыру керек. Түпсана түсінбейді, түпсана қарызым бар дегенде түсінбейді, қарыз дегенді алады да, ары қарай тағы да қарызға батыра береді. Тағы қарыз алып, қарыз жаптырып, оның үстінен тағы қарыз болып, оны тағы кредит алып, оны жауып сөйтіп кете бересіздер. Сондықтан да қарыздың орнына 500 мың теңге айына табыс табуым керек деген установкаға ауыстыру керек оны. Қарыз емес, табысқа, миға сондай тапсырма беру керек. Сол кезде қарызыңызды да жабасыз, қарызыңыз жабылғаннан кейін ары қарай табыс тауып та кете бересіз. Өйткені қараңыз, сіздің бүкіл ақшаға қандай атау берсең, қандай не істесең, соған байланысты нәтиже болады. Сіз қарыздан құтыламын деп қана берсеңіз, сіз ақшамен қарыздан құтыласыз, проблема жоқ. Бірақ қарыз біткеннен кейін қайтадан ары қарай сіздің миыңыз табыс табуға, идеялар, ойлар ары қарай дамуыңызға мүмкіндіктер бермеуі мүмкін. Өйткені сіздің ақша табудағы мақсатыңыз қарыздан құтылу болды да. Сондықтан да сіз тұрақты түрде тек қана табыс, айына 500 миллион теңге, қанша теңге табыс сізге жеткілікті, соны істесеңіз, ол қарызыңызды жабасыз. Дәл жар қарай қарызыңыз жабылғаннан кейін ол ақша сізге пайда болып ары қарай түсе береді. Одан кейін оны көбейту, ары қарай үлкейту, соның жұмыстарын, нелерін өзіңіз соған қарай бағыттай бересіз. Сондықтан да бұл қарыздан құтылудың бір несі назар салмай қою. Білесіздер ғой, кейбір адамдар болады, бір вниманияны қалайды, назар аударсаң, анау деген бір неше түрлі қылықтар көрсетіп, бір құтырып деп айтады ғой біздің тілмен айтқан кезде. Бейт кетеді да, ол назар салып не істегеннен кейін. Внимания жетпей жатыр деген сияқты, көрдіңіз ба? Сол сияқты вниманияның барлығын қарызға емес, ойбай, қарыздан қалай құтылсам болады, анаған қарыз жоқ қалды, мынау өтетін болды деп емес, наоборот табыс табуға қарай. Вниманияның бәрін табыс табуға салатын болсаңыз, сіздің табысыңыз көтеріледі да. Қарызыңыз внимания болмағаннан кейін өзін-өзі ақырындап өше береді. Сіздің табысыңыз өсе береді, қарызыңыз өше береді. Вот көрдіңіз ба? Сіз наоборот бүкіл вниманияңыз қарызға аударып тастайтын болсаңыз, соның ойымен жүре беретін болсаңыз, осы уақытқа дейін келдіңіз. Осы уақытқа дейін миы шықса шығатын еді. Көрдіңіз ба? Келдіңіз, болған жоқ. Енді бүкіл жайлап осы жаққа қарай ауыстырасыз. Енді оны бірден ойламау, оны ойдан жұлып алу деген әрине соның барлығына біздер арнайы осы сабақтарға дейінгі сеанстардың барлығын соған жасадық. Сондай ойлары өзінің жетегіне алып бара кезде сол сеанстарды күніге 2 реттен жасаңыздар. 2 реттен жасаңыздар, сол кезде бүкіл нелеріңіз қайтадан трансформация жасалынады да, ДНК-ларыңызға ойыңыз ауысады. Ойыңыз дұрыс жаққа ауысады. Сол кезде сіз ойыңыз дұрыс жаққа ауысқан кезде дұрыс шаблондарды бекітіп, соны әрлеңіз. Былайша айтқан кезде жерге топырақ салған сияқты, соны құнарлы топырақ салып, оған удобрение сеуіп, оған су сеуіп, неше мезгіл қарап, баптағаннан кейін барып ол өсіп, жемісін береді ғой. Бір жемісін беріп кеткеннен кейін оған тек қана су құйып қойсаңыз болды. Даже алма, кейбір ағаштар суды да талап етпейді.
бір жемісін бергеннен кейін өзі жылма-жыл жемісін беріп отырады. Бірақ ол үшін 2-3 жыл күту керек деген сияқты нәрсе. Бірақ арам шөптер, пайдасы жоқ шөптер қаулап өзінен өзі өсе береді. Оған судың да ештеңенің де қажеті жоқ. Дұрыс емес ой да сондай. Вот көрдіңіз ба? Сіздің дұрыс ойыңыз ақырындап өсіп келе жатқан кезде арам шөптер қаптап, оны дұрыс ойыңызды жаншып, өлтіріп тастауы мүмкін да, көрдіңіз ба? Сол үшін сіз дұрыс ойға көбірек көңіл бөлесіз, өсіресіз жемісіне дейін. Одан кейін оның арам шөп бола ма, басқа бола ма, оған действие етпейді, әсер етпейді, ол өзінің жемісін беріп тұра береді да. Тура осы сияқты уақытша осы техникаларды орындау арқылы мына дұрыс ойлардың жемісін үлкейтіп өсіріп алу керек. Вот арам шөптерге құрбан қылып тастамау керек. Арам шөптер ол неше түрлі дән салған кезде неше түрлі ой келеді, күн суық болып кетуі мүмкін деген сияқты. Болмаса андай болып қалуы мүмкін, ақ болуы мүмкін, көк болуы мүмкін деген сияқты. Бұның барлығы арам шөптер. Вот көрдіңіз ба? Вот сол арам шөптерді сіз мән бермей жоқ деген тек қана сезімді жақсы ойға аудара беру арқылы вниманияны өсіресіз, баптайсыз дұрыс ойды. Өсіресіз, жемісін береді, болды. Проблема жоқ, ол жемісін беріп тұра береді сізге. Вот ол кезде сіздің дұрыс ойларыңыз, арам шөптеріңізді уже анау әдетіңізге тұрақты түрде айналып кеткеннен кейін болды, әсер етпейді. Сол үшін де кез келген нәрсені аздан жасасаңыз да, кез келген нәрсені, мысалы ол арықтауға болсын, ақша табуға болсын, жетістікке жету, бақытқа жету болсын, аздан мен тау қопару емес, бақытты болу үшін 10 минутымды не нәрсеге арнасам болады. Мен табысты болу үшін 1 сағатымды қандай нәрсеге арнасам болады. Вот көрдіңіз бе, мен арықтау үшін соған 1 сағатымды қандай нәрсеге арнасам болады күніге, қандай жақсы әдетті қалыптастырсам болады. Вот көрдіңіз бе? Вот осы нәрсені әдетке айналдыру арқылы қай нәрсені өмірлік тұрақты әдетіме айналдыруыма болады. Вот көрдіңіз бе? Тұрақты өмір бақи айналысатын әдетіңізге айналдырып тастауға тырысыңыздар. Уақытша бір проблеманы шешіп алу үшін ғана емес, мәңгілік сол дұрыс нәрсені өзіңіздің тұрақты түрде әдетіңізге айналдырып жіберсеңіз, ол сізге өмір бойы өзінің пайдасын бере береді. Именно осы әдеттерді мен кеше өткен сабақта айттым. Таңғы уақытта жасаңыздар 80% результат аласыздар. Ал күннің екінші мезгілінде жасайтын болсаңыздар 20% результат болады. Өніп болмайды. Қазір бізді ең қинайтын нәрсе осы ғой. Уақытты дұрыс қолданбау. Инстаграмның құрбаны болып кету кез келген уақытта дұрыс емес ойлардың жетегінде кетіп қалу. Вот көбінесе біздің уақытымызды ұрлайтын осы әлеуметтік желі, YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp деген сияқты. Вот көрдіңіз бе? Сондықтан да WhatsApp'тағы керек емес чаттарыңызды, пайдасы жоқ чаттарыңызды өшіріңіздер. Оның бәрі ақпарат сізге келе береді. Ол ақпаратты ми қабылдап қана қоймайды. Ол кино болсын, басқа болсын, оның эмоциялары сіздің миыңызға жазылып жатыр. Тұпсана жаза береді бәрін. Сосын результатын береді, сосын ойлайсың, мына нәрсені мен ойлаған жоқпын мен. Мына кім өзіне жамандық ойлайды, бірақ сіз хотя кинода сіз бір эмоцияңызды ойнап, тұпсана соны жазып, сол нәрсені сіздің реалдығыңызға тартып әкеліп тұр да. Кез келген нәрсе сіздің реалдығыңызда болып жатқан, сіздің именно сізге қатысып жатқан кез келген нәрсе, ол тікелей сіздің қалауыңыз, сіздің бір кездегі сезініп қойған эмоцияларыңыз, сезімдеріңіз. Сондықтан соған барынша сақ болыңыздар. Не дұрыс нәрсе айт, не үндеме деген сияқты, дұрыс ақпарат, дұрыс сөз, дұрыс ойларды ойлаңыздар, болмаса ештеңе ойламаңыздар деген сияқты нәрсе ғой. Вот сондай. Сосын қарыздан құтылатын бір техника, қара бұлт деген техника. Сіздерге осы техниканы бере кетейін. Қарызы бар жандар бір не істеп алып, бір өшіруге келетін бір бұлттың ба, бірдеңен қара бұлт сияқты қылып сызып алып, бір жерге бояп алып па, соны карандашпен боясыздар ғой, өшірілетін қылып. Соны күнде миыңызға, ми ол андай әрекет арқылы істеген нәрсені көзге көрініп істеген, ауызбен айтып, құлақпен де естіртіп, көзбен көріп ақпараттаны қарызды бүйтіп, бұлт сияқты қойып, соны өшіріп отырсаңыздар күніге. Вот ол да миға әсер етеді. Міне қарызым өшіріліп жатыр, міне кетіп жатыр, азайып жатыр деп қарызды өшіріп 21 күн бойы осы техниканы жасасаңыздар, Алла қаласа міндетті түрде қарыздарыңыз біраз азайып қалған, кейбіреулерінде мүлде қарыз қалмаған түсінесіз. Сондықтан осындай әрекеттер жасау арқылы адам тәуекелге бару керек.
тәуекелге бару керек. Тәуекел түбі жел қайқи, тәуекел еткеннің құлын Алла жақсы көреді дейді. Сондықтан да тәуекел етуден ешқашан қорықпаңыздар. Өмір бір рет беріледі. Сіз ананың тамсанып өміріне тамсадым, мынаның өміріне тамсанып энергияңызбен уақытыңызды құр босқа жоғалтпаңыз. Сол өмірді өзіңіз жасайтын әрекеттер жасаңыз. Ол адамдар сол өмір жасау үшін не әрекет жасады? Не істеді олар? Соны сіз де жасаңыз. Көрдіңіз бе, соның орнында өзіңізді болдыруға, болмасаң да ұқсаппақ деп Абай бабамыз айтқандай, соның орнында өзіңізді болдыруға тырысыңыз. Өзіңіздің болып жатқаныңызды сезініңіз, соған риясыз сеніңіз. Сол кезде сізде нәтиже бола бастаған өмірлік мына оқиғалардан, болып жатқан нәрселерден біле бересіз өзі. Осындай достар, осыны жақсылап тұрып түйіп алыңыздар. Қарызды сол ойламаңыздар, бұл бір нәрсе айтылды. Сосын қара бұлт техникасы, осында орындаңыздар 21 күн бойы, бұл да өте жақсы көмектеседі. Енді Алла қаласа, ары қарай білімнің дамытам дейтін жандар болса, ары қарай тағы да мен енді осы блоктарым тазаланып жатыр, не істеп жатырмын, әлде де блок тазартам дейтін жандар болса, жеке сеансқа келсеңіздер болады. Ары қарай блоктарым нормально тазаланып қалды, енді маған ары қарай білім жетілдіру керек. Білім жетілдіргеннен кейін барып әрекет одан нәтиже ғой. Сондықтан білім жетілдірем десеңіздер, менің 2 айлық курсыма келсеңіздер болады, Құдай қаласа. Ол жерде барлық осы сату, өткен сабақта да айттым, сату бүкіл нелер қарастырылған, және де өзіңізге керек мамандықтар, қазіргі заманауи сату құралдары, және де ол жерде тағы да кішігірім сіздің состояниеңізге байланысты жұмыс жасалынатын болады. Достар, солай үшін сабақ деген ол жалпы бұл енді әрекет жасау арқылы берекеті болады кез келген нәрсенің. Бұны жасау арқылы, сол ойды түзе десе, ойды түзеу арқылы бұл кәдімгі тренажерный залға алынған абонемент сияқты ғой сабақ деген. Сіз ақшасын төлеп алдым, болды, өзгерем демейсіз. Бұның ішіндегі нәрселерге, ақпараттарға әрекет жасаған кезде ғана сіз өзгересіз. Ақпаратты өзіңізге қондырып, соған сай өзіңіздің ойларыңызды өзгерткен кезде ғана, сеніміңізді, сезімдеріңізді өзгерткен кезде ғана бұл сізге нәтижесін береді. Сіз тренажерный залда абонементті бір айға алып, болды, алып алдым мен деп барып тренировка жасамасаңыз результат болмайды ғой сізде. Мен ақшасын төлеп алдым ғой, болды, неге менде результат жоқ деп айта алмайсыз, өйткені сіз әрекет жасаған жоқсыз. Тура сол сияқты бұны да ақшасын төлеп алдыңыздар, енді ішіндегі берілген нелерге, ақпараттарға әрекет жасаңыздар. Ойларыңыз, эмоцияларыңыз, сезімдеріңізді басқарыңыздар, сырттан бақылаңыздар, наблюдатель қойыңыздар. Наблюдатель деген өзіңізді үшінші көз болып сырттан бақылау. Үшінші көз болып сырттан бақылаған кезде сіз өз кемшіліктеріңізді көре аласыз. Қараңызда, 2 адам ерегісіп тұрса, сіз білесіз қайсынікі дұрыс, қайсынікі дұрыс емес екенін. Айтып бере аласыз, сырттан қарап тұрса. Ана екеуі өзінің айтып жатқан нәрселерін ағайып кіріп көгет шығып жатыруы мүмкін ауыздарынан. Өйткені олар өздерін көріп тұрған жоқ, өзін сырттан бақылап тұрған жоқ. Сосын кез келген ортаға барған кезде наблюдатель қою, өзіңіз сыртыңыздан бақылап отыру сізді ортада еркін ұстауға итермелейді. Көрдіңіз, сіз ортада отырсыз, әңгімелесіп отырсыз, бірақ сіз сырттан өзіңізді бақылап отырсыз, басқа үшінші көзбен. Көрдіңіз бе, сол кезде сіз көре аласыз. Өзіңізді ұстай аласыз. Көз келген ортада адамдар көп жағдайда көпшіліктің ортасына барған кезде не айтып, не қойғанын білмей, сөзіне контроль жасай алмай, бүйтіп лағып кетеді да. Ал сол кезде видео наблюдатель қойған кезде сыртыңыздан, міне, мен өзімді көріп тұрмын, өзімді қарап тұрмын, міне, қараңызда, сіз бір кино көріп тұрған сияқты, сіз өзіңіз сыртыңыздан қарап тұрасыз. Соны жақсылап меңгеріңіздер, жайлап келеді бұл наблюдатель. Бұл өте жақсы көмектеседі сізге, энергияңыздың кетпеуіне, бостан-босқа шашылмауыңызға, бостан-босқа біреуге ашуланбауыңызға, бәріне сыртта тұрған наблюдатель өте жақсы көмектеседі. Осыны қойып үйреніңіздер. Бұл да бір тапсырма сіздерге. Достар, сіздерге мінеке техникалардың тағы да берілді тапсырмалар, осыны міндетті түрде орындаңыздар. Біздерге сіздерден кері байланыс келіп жатыр, сабақ өте ұзақ деген, сондықтан да қысқа нұсқа түсіріп жатырмыз. Қазір сеансты тағы бір басқа бір видео қылып түсіретін боламыз. Сеанста жолыққанша